$100 миллион мен Қазақстанға кірамай отыр. Ассалаумалейкум, видеоның соңына дейін көріңіздер. Біз Ауғанстан мемлекеті Мазар Шариф қаласында, мынау Мұхаммед Али ағамның үйінде, мынау шатырда отырмыз, шай ішіп, кәдімгі қара шайдан ішіп отырмыз. Аға, не үшін Қазақстанға кірамай отырсыз? Мен Арабзада Мұхаммед Али болғанмын, Сейіт Қожабан. Руыңыз Қожа? Руғым Сейіт Қожа, я. 2016-да бардым. Посольцияға бардым. Маған қазақтың өзі жапсырып берді. Өзіні алдым. Алғаннан кейін Шымкент қалаға бардым. Шымкент қалаға өтініш берді. Өтініш берген 2017-де маған азамат берді. 2017-де Қазақстан азаматын алдым. Алдыңыз. Алдым, жүрдім, жұмыс істедім. Дархан базардан магазин аштым, жұмыс бастадым. Кейін мені жақын достым бар, мені біле жұмыс істеп жүрген Ахмад Шah Фақири деген. Зилал Мапак деген завод. Маған айтты, давай $100 миллион менен де Өзбекстанға завод құрам деді. Жоқ дедім. Мен қазақмын, Қазақстан құр дедім. Өзбекстанға құр деді сізге? Жоқ, Өзбекстан құрамын деді. Жоқ, құрмаймын дедім. Мен неге барамын дедім. Қазақстан құр деді. Давай Қазақстан келді. Бардым Испикаға. Испика рахмет күтіп алды, жақсы күтіп алды. Рахмет мәледес. Мұрат Аким болған. Мұратты алдыға бардым. Айтенов? Иә. Айтенов. Мұрат. Аким, Мұрат. Енім деді, мана біз келді. Сразу $15 миллион қоям, кейін 30 миллион қоямын, кейін 80 миллион қоямын, почти 100 миллион болады кейін. 1000 адам жұмыс істейді, зауытты соғамыз, Құдай қаласа. Мақұл, давай кел деді. 10 гектар жер берді. Индустриалдық зона Бозарықта. Индустриалдық, яғни өндіріс аймағынан Бозарық жақтан сізге қанша гектар? Индустриалдық зона Бозарық. Қанша гектар берді? 10 гектар жер. 10 гектар жер бердіңіз. 10 гектар жеріне бәрін забор ұстадым. Контейнер қойдым. Құрылысты бастадыңыз? Құрылыс бастадым. Қатлауан қаздым пашты. Германиядан завод заказ бердім. Германиядан завод заказ бердім. Кейін жұмысты бастап тұрдым. Бастап тұрғаннан кейін маған бір күн полициядан чегіре келдім. Чегіре келгеннен кейін маған айтты, тұр десен деді. Ішкі рұқсат жоқ деді. Сұлыға бардым, барған сон миграция бардым. Жоқ деді, сен азаматың нотоғры деді. Азаматтық паспорт қолына алып қойды. Қай жылы? 2024. Ауғанстанда туылғансыз? Ауғанстанда туылғанмын, қазақмын. Аталарыңыз қай жылы келген? 1934 жылы 32-34 Қазақстан қай жағынан келген? Қай облыс? Түркістан. Жаңақорғаннан. Жаңақорған Түркістаннан келген. Ені ата жұртым қабылғысы барамын, болмаса Ауғанстанда тұрам. Сіз яғни $100 миллион мен Қазақстанға кіріп, ол жерден завод соқсаңыз, сізді қаншама адамға жұмыс бересіз? 1000 адам жұмыс істейді. 1000 адамға жұмыс бересіз. Постоянно. Ертең кетіп қалған жағдайда заводты әкете алмайсыз. Ол Қазақстанда Қазақстан қалады, бізге керек пас. Мені күнәм не? Қазақ болғаным мені күнәм. Қазақ болғанмын күнәмді, не үшін барма жатырмын мен. Бұл жақта сізді ешкім қысым көрсетіп жатқан жоқ Ауғанстанда. Нормально өмір сүріп жатырсыз. Кәдір үкіметке бардың. Ой, кел дей жатты. Мен біздің қолына күтіп жатып. Жоқ, не үшін? Мен Қазақстан баруым керек. Қазақстан жұмыс істеу керек. Шақшан Қазақстан бар. Бала-шағам ата жұртымға баруым керек. Құрметті қазақстандықтар, құрметті адвокат, заңгерлер, егер де осы Мұхаммед Али ағамызға көмектесем дейтін болсаңыздар, Құдай қаласа астына телефон нөмірін қалдырам, Қазақстанға кірсін. Қазақстанның ақшасын алып кетуге емес, наоборот Қазақстанға инвестиция құяйын деп жатыр. Қазақстанға жұмыс берейін деп жатыр. Қандай завод ашпақшы болдыңыз? Біз Герана Сөкбай Зилал Мапак деген заводты ашқанмын. Печат бар документте бар, кетір көрсетемін саған.